Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын етпен жасалған қаттама дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңын тамашалайық. Ең алдымен жылы суымызға дәміне қарай тұзды, қопсытқышты, яғни разрыхлительді сұйық майды салып барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне алдын ала илгіштен өткізген ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Барлық құрамдарын описаниеда қалдырып кететін боламын. Жұмсақ қылып қамырымызды илеп, 15 минутқа бетін жауып тұндырып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осының салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге алдын ала ет аршықтан өткізілген еттің үстіне ұсақтап тұралған пиязды және 40 қабатты салып, дәміне қарай тұзды, қарабұрышты қандай да бір дәмдеуіш салсаңыздар болады. Әрі мен тағы да құрақ болмасын деп сұйық майды құйдым. Барлығын жақсылап енді араластыратын боламыз. Сіздер қалауынша басқа дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тек қана қарабұрыш қана салдым. Жақсылап тұрып барлығын езіп тұрып араластырып аламыз. Міне салмамыз дайын осымен. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Мен бұл жерде қамырды 4 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауынша үлкен қылам десеңіздер, 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен дәл осы қамырды 4 бөлікке бөлдім және осылай барлығын чұқайтып жайып шығамыз. Бірінші қамырымызды аздап ұн себе отырып, осылай чұқайтып жайып шығамыз. Чұқағып жайып болғаннан кейін алдын ала ерітілген маргаринімізді жағамыз. Менде бұл жерде шедевр маргарині. Сіздер шедевр немесе шедролето маргарин қолдансаңыздар болады. Барын осылай жайып шығамыз және дәл видеода да қамырымызды кесеміз. Енді үстіне алдын ала дайындалған жаңағы фаршымызды, салмамызды саламыз. Тым қатты қылып сеппей қойса, дәл осы мен сияқты видеодағыдай салмамызды жайып шығыңыздар. Міне салмамызды жайып шықтық. Енді дәл видеода да орау керек. Үстіне арасына міндетті түрде маргаринімізді жағып тұруымыз керек, бір-біріне жабыспас үшін. Әр осылай видеомыз қамырымыз жинаған сайын міндетті түрде маргаринімізді жағып тұруымыз қажет. Міне осылай төртбұрыштетіп жинаймыз. Дайын болған қамырымызды сіздер пергамент қағаздың үстіне, не болмаса мен сияқты тефлон көліктің үстіне саласыздар. Және салып болғаннан кейін тағы да қамырымызды оқтаумен осылай үстіне басып жаямыз. Осылай меніңке қамырымызды дайын, қамырымызды қаттамамыз тағы да созамыз оқтаудың көмегімен. Сол кезде қаттамамыз чұқа әдемі болып шығатын болады. Осылай мені жайып болғаннан кейін үстіне, яғни қаттамамыздың бетіне жұмыртқаның саруын жағамыз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз осы кезде. Жұмыртқаның сарыуызын жағып болғаннан кейін қалауынша бетіне кунжутты, макты сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде өзім қара кунжутты сеуіп шықтым. Міне дәл осы видеода бетіне сеуіп шықтым. Және қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Яғни 20-30 минутта пісіріп аласыздар. Міне осымен қаттамамыз дайын. Енді ыстық күйінде осыған алдын ала ерітілген маргаринімізді бетіне сәл жағып шығамыз. Яғни қамырымыз тағы да жұмсаратын болады. Міне осымен қаттамаларымыз дайын. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Тез дайындалатын етті қаттама.